Туғандар, ассаламу алейкум. Бүгін мына қара қошқор бойынша кеп кеңеш болады. Бұл қара қошқор сатықта. Бірінші мен сіздерге линиясын айтып кетейін. Бұл қошқорды біз өзі тартқанбыз. Бүт параметрлерін. Линиясына сөз келсек, қошқордың линиясы туғандар. Қошқордың линиясы. Бұл жаңағы Шариповтардан шыққан қара ауған деген кличкасы бар. Қара қошқор барлығы 1 метр 9 сантиметр. 4-5 жыл мұрын, 5-6 жыл мұрын Қуаныш Мықтыбаевқа сатылып кеткен ал қошқор. Шу қошқордың баласы түзден түз. Бұл қошқор менің қолыма Абдулла Шариповтан келген. Абдулла Шариповтың қоросынан. Бұл қошқор азыр төгіректіш болды жақында. Ең чекедегі 8-ші кішінекей тіштерін уже тегіздеп қалды да пәште. Мына осындай туғандар. Бұл қара қошқор. Бойы мен тартышым бойынша 99. Менден басқа да мұны өлді дегенде метр қылы өлшейді. Кейін клиенттер болса, шыншалық бас есепті да 98 шығады. Мұны қошқор сатықта басы $2,5 мың. Азыр мен чам-чам алматтар толықтайым. Саттыққа қызыққандар болса, байланышы өріңіздер. Қошқордың мүшелері алдың көкірек өте кең. Құлақтар туғандар. Мен өлшешім бойынша 19. Жанына жалбырақ сияқты құлағын шежінасы туғандар 10 сантиметр. Бұттар өте жоғын, өте сөйікті қошқор. Массивный. Құйрықтардағы тартылып тұрады. 4 жаш бұсылы да бошат жерген емес. Разрезіменен мощный құйрықтар туғандар. Шында қошқор іздегендер болса, мұна сатықта. Қошқор біздің қорада уже қолданылы бүтті. Қолданам дегендер болса, ең байланышыңыздар. Мен Абдулла Шариповтан шындай алғанмын. Қараңыздар, еш жер еш нәрсе болған жоқ. Бұл оны клеткада тұрды, клеткадан қашырылды. Болды мұна осындай. Көкіректер тас жаратын түмел. Көкіректер мощный, массивный қошқор. Қызыққандар болса, байланышы өріңіздер. Мынау қошқор сатықты. Маға байлансаңыздар, мен сіздерге толық малыматты да бере берем туғандар. Толық малыматты. Дағы қошымша сұраулар болса, мен бере берем. Машалла. Көкіректері жинни, пұттарды, жоғындықтары қарақ қойыңыздар. Қара қойварларға мұндай қара қошқорлардағы аз негізі. Қара қойварларға мұнау жақсы. Қошқор денсаулығы өте жақсы туғандар. Жем жақсы жейтін. Жылтылдап тұрады. Көрдіңіздер бе? Қошқор азырдағы рабочий состоянияға қойсаңыздар болар еді. Іштей береді қошқор.